Келесі 1109 есебіміз. Бұйымның бағасы бірінші айда 20%-ға қымбаттады. Екінші айда соңғы бағасы 20%-ға арзандады. Бұйымның бағасы неше процентке өзгерді дейді. Оны шығару үшін бастапқыда бұйымның бағасын А деп белгілеп алайық. Бұл бастапқы бұйымның бағасы. Енді бастапқыда ол 100% деді. Қымбаттады 20%-ға, яғни 20%-ды қосамыз. Қымбаттағаннан кейін ол 120% болады, иә? Енді осы 120%-ды санмен өрнектеп аламыз. Санмен өрнектеген кезде ол 100 санына бөлу керекпіз. Бөлеміз 100-ге, ол дегеніміз 1,2 болды. Яғни бастапқыда А теңге тұратын бұйымымыз қымбаттағаннан кейін 1,2 А теңге тұрды. 20%-ға қымбаттағаннан кейін. Енді екінші айда соңғы баға 20%-ға арзандады дейді. Оны білу үшін енді бастапқыда 100% едік. Арзандады болса 20%-ды азайтамыз. Ол кезде ол 80% болады. Енді 80 санмен өрнектеп алайық. 80%-ді бөлеміз 100-ге. Ол дегеніміз 0,18 екен. Енді арзандағаннан кейін ол 0,18 болды. Енді бастапқы бағамыз 1,2 А-ны көбейтеміз 0,18-ге. Оның бағасы 0,196 болды. Яғни 196 А. Енді бастапқыдағы А бағамыз кейін қымбаттап арзандап болғаннан кейін 0,196 А теңге болды. Енді одан азайтып тастайық, қанша пайызға өзгерген білу үшін. Адан азайтамыз 0,196 А-ны. Ол дегеніміз 0,4 А-ға тең. Енді бұны пайызбен өрнектейік. Пайызбен өрнектеу үшін 0,4-ті көбейтеміз 100%-ға. Сонда 4% болады екен. Яғни 4%-ға өзгерді екен бағасы. Келесі 1110 есебіміз. Сәуле бірінші күні кітаптың 25%-ін оқыды. Ол екінші күні бірінші күнге қарағанда кітаптың 20-дан 3-ін артық оқыды. Қалғанын келесі күні оқуға қалдырды дейді. Сәуле екінші күні кітаптың неше пайызын оқыды дейді. 20-дан 3 дегеніміз қанша пайыз екен біліп алайық. Ол үшін 100%-ға көбейтеміз. 20-дан 3 санын көбейтеміз 100%-ға. Қысқартамыз 5 болады. 5-і 3-ке көбейтетін болсақ 15%, яғни 15%-ға артық оқыған. Бірінші күні ол 25%-ын оқыды. Екінші күні ол 15%-ын оқыды. Сонда барлығы бізде 40% оқыған екен. Екі күнде ол 40%-ын оқыды. Кітаптың неше процентін келесі күнге оқуға қалдырды дейді. Енді барлығы бізде 100%. 100%-дан азайтамыз. Бірінші күні ол 25%-ын оқыды. Екінші күні ол 40%-ын оқыды. Қосыламыз 40%. Қалғаны сонда бізде 45%, яғни 45%-ын қалдырған екен. 1111 есебіміз. Сүттің 8%-ы қаймақ. Қаймақтың 25%-ы май. Сүттің неше проценті май дейді. Бастапқыда сүттің 8%-ы қаймақ деп тұр. Енді сүттің қанша бөлігі қаймақ екен біліп алайық. Ол үшін 8%-ды санмен өрнектеп алайық. Сонда 8-ді бөлеміз 100-ге. Ол дегеніміз 0,8 бөлігі қаймақ екен. Сүттің 0,8 бөлігі қаймақ. Енді қаймақтың 25%-ы май. Енді оның қанша бөлігі май екен біліп алу керек. Сол үшін сонда 25%-ды санмен өрнектейміз ғой. Сонда 25-ті бөлеміз 100-ге. Тең 25 бөлінген 100. Ол деген сонда 0,125 бөлігі май болады екен. Енді екеуін көбейтейік.
Сонда 0,8 көбейтілген 0,25. Нәтижесі тең болады 0,2. Яғни бұл 0,2 бөлігі май екен. Енді бұны пайызбен өрнектейтін болсақ, 0,2, оны пайызбен өрнектеу үшін 100%-ға көбейтеміз. 0,2-ні көбейтеміз 100%-ға, оның нәтижесі тең болады екен 2%. Сонда сүттің 2% май екен. Келесі 1112 есебіміз. Мирас тақтаға 3-ке бөлінетін, 5-ке бөлінетін сандарды жазды. Ол тақтаға жазған сандардың 50% 3-ке бөлінеді дейді. Сонда бізде барлығы 100% болатын болса, соның 50% 3-ке бөлінетін сандар екен. Сонда қалады бізде 50%, бұл бізде 5-ке бөлінетін сандар. 5-ке бөлінетін. Енді 70% 5-ке бөлінеді дейді. Сонда 70%-дан азайтамыз 50%-ды, қалады бізде 20%, бұл бізде екеуіне де бөлінетін сан. Яғни 3-ке де, 5-ке де бөлінетін сандар. Ал 50% 3-ке бөлінетін болса, екеуіне де бөлінетін болса, 50%-дан азайтамыз ғой, 20%-да. Сонда 30% бізде 3-ке бөлінетін сандар шығады екен. 1113 есебіміз. Балықшылар аулаған сазан мен көксерке 37, шортан мен көксерке 19, алабұған мен шортан 25. Балықшылар аулаған сазан мен алабұға нешеу дейді. Сазан мен көксерке бізде 37-ге тең екен. Шортан мен көксерке 19-ға тең. Алабұға мен шортанның қосындысы 25-ге тең екен. Табу керек бізде. Сазан мен алабұғаның қосындысы нешеге тең екен. Сазан мен алабұғаның қосындысын табу үшін екі өрнекті қосамыз. Сонда қосылған алабұға мен шортандікі. Сонда 37 қосылған 25 болады. Енді сазан мен осы жерден алабұғаның қосындысы, ол екеуінің қосындысы бізде 62-ге тең болады. 62 азайтылған көксерке мен шортанның қосындысы. Көксерке мен шортанның қосындысы. Сонда сазан мен алабұғаның қосындысы 62 азайтылған көксерке мен шортанның қосындысы бізде 19-ға тең екен. Орнына апарып қояйық. Сонда сазан мен алабұғаның қосындысы, екеуінің қосындысынан азайтатын болсақ, 43-ке тең болады екен. Сонда жауабы А нұсқасында 43-ке тең болады екен.